Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Дәл қазір біз Түркістан облысы Сарыағаш ауданында мынандай бір жылыжайда тұрмыз. Бұл жердегі бүгінгі біздің сөз қозғайтын дақылымыз ол аш жапырағы, немесе көпшілік арасында шпинат деген атпен танымал. Бұл дақылдың ерекшелігі, бұның құрамындағы жалпы дақылдардың ішіндегі, жапырақты дақылдардың ішіндегі ақуызы ең көп дақыл осы саналады. Және де бұл дақылдың ерекшелігі құрамында темір мен марганец өте көп. Және де бұл калориясына келген кезде калориясы ең төмен дақыл болып саналады, яғни диеталық асқа өте маңызды құрам болып табылады. Одан кейін бұның үлкен бір қасиетінің бірі, бұны тұтынудағы шпинат аш жапырағын қан ұйымайтын, яғни қаны ұйымай қалатын бір нелер болады, қасиеттер. Адам қаны жара болса, қаны тоқтамайтын. Сол қанның ұйғыштығын көбейтеді және артериялық қан қысымын түсіруге көмектеседі. Және де бұның тағы бір ерекшелігі тістің және сүйектің дұрыс қалыптасуына, оның бекем болуын қатаюына жақсы көмектеседі. Бұдан бөлек бұл дақылдың ендігі айтарымыз, бұл дақылды өсіру, ол дақылды өсірудегі негізгі қандай ерекшеліктер бар, о жайлы Дастан деген осы саланың өте білікті маманы тұр арамыздағы, жаста болса өзі білікті. Сол туралдан бір-екі сұрақ алайық. Кеттік. Біздің ең алғашқы сұрағымыз, шпинат аш жапырағын өсіру қиын ба, оңай ма? Ассалаумағалейкум. Бұл шпинатты өсіру несі қиыншылығы жоқ. Егілу технологиясы бірінші жерді жәндегі стомп дейтін гербицидмен обработка жасалып, сосын бір аптадан кейін ұрықтарын тасталып шығады. Сол кезде шоп шықпайды, өзі ғана таза шығады. Егіліп шығалады. Одан кейін жарайды кейінгі сұрақ, бұдағы ең өсірудегі негізгі мән беретін, сосын өсірудегі кездесетін негізгі қиыншылық қандай? Ол жерде основной вредительдер, зиянкестер. Зиянкестерге обработка жасап тұру керек. Қандай зиянкес? Қандай хлопковая совка дейміз, құрттар, одан шіре. Автогөбелегі, яғни біте. Шірелерге, ақшыбындарға, аққанаттарға обработка жасап тұру керек уақытылай. И сосын... Уақытылай деген қалай ол? Айтайық, жәндегі бір апта 10 күн сайын бір обработка уақытылай істеу керек, что жеп кетпеу үшін. И мучнистая роса дейтін ауру түседі. Ағынтақ, соған жәндегі біздегі строби или деп айтайық берис препараттармен обработка жасатамыз. Өңдеп, соны тоқтатуға болады. Одан кейін сосындағы бір ең маңызды сұрақтың бірі, білмейтін адамдарға түсіріп жатырмыз ғой. Бұны еккеннен кейін тұқым тастаттыңыз ғой. Содан кейін неше күннен кейін бұл өнім жинауға болады? Енді бұл жерде оптимальный погодаға, яғни климатке байланысты, жәндегі күз айында егілетін болса, ол ауаның салқындығына байланысты 2 ай уақытында жетіледі. Күн ыстықта істесе, мысалы ерте көктемде егілсе, ол жәндегі 1 ай 30-35 күнде дайын болады. Сосын енді тағы да бір маңызды сұрақ. Бұны, мысалы енді мұны өндірудегі рентабельность бар ғой? Пайдалы ма? Қазіргі таңда бұл сұраныс қандай бұған? Енді бұрындар, біраз жылдар алдын көкөністерді көбінесе базарларды қатты тартымы ондай болмайтын, жәндегі шөп жегенше ет жем деген мағынада. Қазір жоқ, қазір шөпке талап, зелімдерге талап өте жоғары. Енді пайдалы жақтары және маржинальность жағы, базардың тартуына байланысты, бірақ не десе болады, пайда тапса болатын өсімдіктер ғой. Түсіндіре алған болсам. Қазіргі біз көріп тұрғанымыз, яғни бұл қолдануға жарамды деген сөз, Біз қолданып, бұны асқа пайдалана береміз. Жетіліп қалған уже. Сосын мұны өсірудегі, мысалы, бұл өңірлік, аймақтық неге бөліне ме, жоқ кез келген жерде, мысалы, осыны жылыжайдың жағдайын жасасаң өсіре беруге бола ма? Болар, былай айтқанда қиыншылығы жоқ, қатты бір мықты технолог керек деп айта алмаймыз. Ыңғайсыз жағдайда, мысал деп айтайық, паровой отоплениясы жоқ, парниктерде де өсіруге болады. Яғни Қазақстанның кез келген жерінде, яғни енді температурасын жақсы келістіре білсеңіз, өсіре беруге болады. Тек қана оңтүстікке қатысты дақыл емес бұл. Просто парник болатын болса, без отопления іші минуске түспеу керек. Несі бұзылады, жәндегідей.
товарный виді бұзылып қалады да. Түсінікті. Жақсы. Дастан бауырымызға рахмет. Егер де Дастан бауырымыз одан бөлек басқа да дақылдар бойынша өте білікті маман. Жай ғана не дейді, өзінің біліктілігін тәжірибеде, өндірісте дәлелдей білген және оны басқаларға мойындата білген маман. Алдағы уақытта бұл маманмен басқа аскөктерге қатысты да, немесе қызанақ, қияр, сол дақылдарға қатысты да бірнеше видео түсіреміз деген ойымыз бар. Бұл кісі егер келісіп жатса, алдағы уақытта бірге жұмыс жасайтын боламыз. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдырыңыздар. Егер Дастан бауырымыздың номері туралы ақпарат білгілеріңіз келсе, маған жазсаңыздар болады, мүмкін ол кісі келісіп номерімен бөлісерміз. Рахмет.